Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда әсем сөз бар. Барлық адамға Алла тағаладан кешірім келеді. Барлық адамға. Тек қана 3 адамды Алла кешірмейді дейді. Осы оразада 3 адамды кешірмейді. Біреуі араққа беріліп, содан шыға алмай жатқан адам дейді. Біреуі ата-анасына ақ болған адам. Ата-анасына ақ болу деген қандай екенін білесіз ба? Егер әкеңізге "ей сен" деп сөйлесеңіз, дауыс көтеріп, сіз ақ боласыз. Сіздің көтерген қолыңыздың дұғасы қабыл болмайды. Оқыған намазыңыз да қабыл болмайды. Анаға, ата-анаға ақ болу дегеніміз ата-ананың көңілін қалдыру деген сөз. Ол адам жәннат түгіл жәннаттың иісін иіскемейді. Оразада барлық адамның күнәсін кешірсе де, ол кісі 1000 ракағаттап күніге намаз оқыса да Алла оны кешірмейді де қабыл етпейді. Үшінші адам ұрсып қалып жараспай отырған адам. Ұрсып қалып өзінің жақыныменен, соныменен жараспаған адамды да Алла тағала оразадағы күнәсінің кешірімін бермейді. Өйткені ораза айы тек қана тамақтан, судан өзін тыю емес. Ораза айы көркем мінезді егелеу айы.